Казмонтажком жауапкершілік шектеулі серіктестігінің мамандары Арыс қаласына газ кіргізу жұмыстарын алдағы қыркүйек айында толығымен қамталатынын жеткізді. 2019 жылдан бері қалаға газ кіргізумен айналысып келе жатқан компания қызметкерлері қала тұрғындарына уақытылы құжаттарын рәсімдеуге шақырады. Өңір тұрғындарына белгілі, дәл қазір қала бойынша газ құбырларын жүргізу жұмыстары қарқынды жүру үстінде. Ал тұрғындар тиісті құжаттарын өткізіп, үй ішіндегі монтаж жұмыстарын, газ өткізгіш желілерді жүргізетін Казмонтажком жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім шартқа отырса болғаны. Сіздерге осы биыл сентябрь айына газ монтаждарын жүргізіп, сіздерге табиғи газды беруге дайындалып жатырмыз. Мына әкімшілікпен бірге біздің қаламыздың халқы 40%-ке дейін отырып, үйлеріне газ құбырларын жүргізіп қойдық. Енді біз 70%-ке шейін жеткізіп, сіздерге сол сентябрь айына осы газды, табиғи газды беруге дайындалып жатырмыз. Сіздер енді бізге келісімшартқа отырып, ақшаларын төлеп, газ құбырларын үйге монтаждау жұмысын кіріссеңіздер, сіздерге біз Құда қаласа газды беруге дайынбыз. Сондықтан сіздерден сұранатынымыз, бізге құжаттарыңызды тапсырып, ертерек қаржыларды төлеп, документтерді тапсырыңыздар. Сондықтан әрбір өз ішіне берік және сенімді болу үшін сіздер бізге көмектесулеріңіз керек. Сондықтан мына әкімшіліктен бізде көмек беріп жатыр сіздерге. Құда қаласа сіздерге газды беруге дайынбыз. Айта кетейік, Казмонтажком жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне құжаттарыңызды рәсімдеу үшін үй құжаттары мен жеке куәліктеріңізді апарсаңыз жеткілікті. Осы орайда Көктем Мөлтек ауданының тұрғыны Ақынбаба Қошқаров барша қала тұрғындарын қыс айларына дейін бұл істі толығымен бітіруге шақырды. Құрметті Арыс қаласының тұрғындары, сентябрь айында қаламызға газ берейін деп жатыр. Соған керекті құжаттарымызды дайындап, теңгесін қаражатын төлеп, үйлеріңізге газ пештерді дайындап қоюымыз керек. Мынау келіп тұрған көгілдір газды уақытылы пайдаланып, қысқа дейін жақсы кіргізіп алуымыз керек. Соған атсалысыңыздар, селсоқ қарамаңыздар, бекарға өз қолдарыңызды өздеріңіз ұстайсыздар, құрметті азаматтар. Еске сала кетейік, көгілдір отын желілерін үй ішіне кіргізу үшін құжаттарды Төле би көшесі нөмірі 18-ші, Қошқарбаев көшесі және Ергөбек көшесінің қиылысындағы нотариусқа өткізсеңіздер болады. Гүлбану Омархан, Бағдат Қайратұлы, RTV жаңалықтары.